Менің атым тәуелсіздік. Алып қорғанның құлағанын көрдім. Небәрі 6 жасымда алып тұлғалар жылағанын көрдім. Бастарын сүйеп ғасырға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім. 6 жасымда соныктым. Алып сөздерді айталғанын көрдім. Атты бөліндей халықтың. Жылаған жоқпын, сұраған жоқпын анамнан. Сол күні жаңа әнұран айтып оралған. Сол түні неге ұйықтамай маған бір әңгіме айтып шыққанын, бұл жайлы күнмен жаралған. Түсінбесем де тыңдаймын. Онсыз да оны жесірлік салған, жастқан еді мұң қайғы. Көзінің жасы сөйлеген түнде ұқпасам да, аңыз ұнаған, жаралған күннен бұл жайлы. Дегенде шығар, бодандық жайлы білмесін. Сен түсін дәуір, сонау бір қанды жыл кешір. Тарихтан дәріс оқитын менің анашым орта мектепте, ұлына бірақ айтпапты кісен, құлдық пен түрме жетіп бүргесін. Ерлікті айтқан, үйретпеді ол ездікті, ұстатқан қалам, ұстатпады ол кездікті. Құлыным, сенің тарихың басқа деген тек, ол бәлкім менен сөз күтті. Ал бүгін енді тарихты өзім білемін, жолдарды сезем, жонар қанменен мың жылдар өткен ұлы елім. Ұлы қорғандардың күйреуін көрген жүрегім, 6 жасында ақырын көрген алыптың. Тәуелсіздікше ол менің тегім, ұлдарыма оны дарыттым. Тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым. Болмысы ол, ұлдың өзіңнен туған жарықтым. Ал құрметті оқушылар, мен қазір сендерге тәуелсіздік турасында өлең оқыдым, және оны өлеңнің астына музыка қостым. Оның себебін қазір түсіндіріп өтетін боламын сабақтың барысында. Оның өзіндік бір себебі бар. Енді біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз, бөліміміз тәуелсіздік қасиет тұнған ұлы ұғым. Бұл бөлімде біз Қазақстанның ақындарын, жазушыларын тәуелсіздік жайында жазған өлеңдерімен, шығармаларымен таныс боламыз. Жалпы тәуелсіздік деген нәрсе бұл өте құнды нәрсе. Тәуелсіздікке кез келген мемлекет оңай түрде қол жеткізбеген. Соның бірі біздің Қазақстан. Бұл тәуелсіздікке сондай қанды қырғынмен, қанды соғыспен, қаншама аталарымыздың, ағаларымыздың, әпкелеріміздің қаны төгіліп барып әрең дегенде қол жеткен. Енді аталарымыз айтады, адам баласының екі бақыты бар дейді. Біреуі бұл дүниеде болса, екіншісі арғы дүниеде. Бұл дүниедегі бақыты бұл адамзаттың отаны, үйі, үй-іші, бала-шағасы, туған туысы, жері, туған жері, халқы, бұл адамзаттың бұл дүниедегі бақыты дейді. Яғни бұл дүниедегі олардың тыныштығы, бұл дүниедегі олардың бақыты дейді. Яғни халқымыздың, тәуелсіздігіміздің тыныштығы бұл бүгінгі біздің бақытымыз болып саналады екен. Олай болса, осы тәуелсіздік тақырыбына байланысты Ерлан Жүніс деген ағаларыңның шығармашылығымен біз таныс боламыз. Жалпы Ерлан Жүніс ағаларың 1984 жылы дүниеге келген, Алматы облысы Жамбыл ауданында. Бүгінде сондай қарымды ақындардың бірі. Шығармалары өте көп, басылымдары шыққан, жинақтары шыққан. Мына жерден өздерің оқып танысып шығарсыңдар. Енді біз ары қарайғы негізгі тақырыбымызға көше береміз. Ерлан Жүністің бізге берілген өлеңі «Менің атым тәуелсіздік». Біз осы өлеңді жаттаймыз. Келесі сабаққа дейін, содан кейін бұл өлеңді жаттап, бізге өздеріңді видеоға түсіріп, жаттаған өлеңдеріңді менің жекеме жібересіңдер. Келесі сабаққа дейін. Енді бұл тақырыпта біздің әдебиет теориясы бойынша меңгеретін екі ұғымымыз бар. Ол бірі лирика және екіншісі лирикалық образ. Лирика деген нәрсені мен сендерге түсіндіру үшін бірінші жаңағы өлеңді оқыған кезде не үшін оқыдым және не үшін оның астына өлең қостым. Міне соған тоқталып өтейін. Бұл лирика деген ұғыммен тікелей қатысты. Кезінде ең алғаш ақын жазушылар, ақындар өлең оқыған кезде, о баста тарихта музыкалы аспапты ойнатып қойып, соның ырғағында өлең оқитын болған. Сол өлең оқыған кезде сол ақынның ішкі сезімі халыққа берілетін болған өлең арқылы. Өлең жүректі жібітсе, сол жібіген жүрекке жаңағы ақынның оқыған өлеңі дән болып егілетін болған. Міне, жүрекке сіңімді болғандықтан, жүрекке жағымды болғандықтан,
жүректен жүрекке жететін болғандықтан музыканың бағытында, музыканың астарында өлең оқитын болған екен. Міне сол кезден бастап лирика деген ұғым пайда болған. Енді лирикалық образ деген кезде, лирикалық образ бұл бейне, яғни кез келген ақын жазушы өлең жазған кезде сол өлеңіндегі ішкі сезімін білдіреді сол өлеңмен. Міне соның ішіндегі ақын өлеңіндегі оның сезімі ол лирикалық образ болып танылады екен. Бұл жері Зейнолла Қабдолла ағамыз да айтып кеткен. Олай болса, бұл әдебиет теориясы бойынша білетіндерің. Ал екінші тапсырмамыз өлеңнің идеясы, жаңа өлеңді біз талдаймыз. Ол өлеңнің идеясы не? Ақынның бізге жеткізбекші болған ойы қандай? Соны анықтаймыз. Одан кейін екінші, не себепті ақын тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым деп өлеңді аяқтайды. Яғни бұл өлеңді не үшін бұлай аяқтады? Соған өздерің ақынның орнына өздеріңді қойып, осы тапсырманы орындайсыңдар. Оны дәптерлеріңе жазасыңдар. Жазғаннан кейін суретке түсіріп маған жібересіңдер. Жақсы, олай болса іске сәт. Өздеріңнен жауап күтемін.